Ақтоғай кен байыту кешенінде қызметкерлерді қайта оқыту және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі ішкі бағдарлама 500 сағатқа созылады. Бұл бағдарлама Ақтоғай кен орнында бастапқы кезеңнен бастап жұмыс істеп тұр. Қызметкерлерді оқытатын және олардың біліктілігін арттыратын оқыту орталығымыз бар. Бұл өте жақсы және пайдалы бағдарлама. Әсіресе біліктілігі төмен қызметкерлерге пайдасы мол. Айталық, тау кен жұмысшыларын алайық. Олар өздерін жақсы жағынан көрсетсе, біз басқа мамандықты игеруді ұсынамыз. Бұл біздің ішкі резервіміз іспеттес. Оқыту кезінде қызметкер өндірістік процестен алыстамайды. Білім алу тренингтер, нұсқаулықтар, тағылымдама және практикалық сабақтар түрінде өтеді. Ақтоғайдан бізде қазір орналасып жатқандар саны көбейіп жатыр. Өйткені Ақтоғайдың жағдайын ойлап жатырмыз. Ақтоғайда тұратын адамдардың жағдайын жақсартуға тырысып жатырмыз. Бұрын бұндай техника жұмыс істеген жоқ бізде, көрген жоқ бізде. Осы Ақтоғайда істеп жүріп көрдік. Жұмыста жүргеніңе бастығым ұсыныс берді. Осындай самосвал айдауға қалай қарайсыз деп, өзім бұрын шопыр куәлігім бар. Бұрын жеңіл машина бар, айдағым кросс-3 деген сияқты. Сол келістім, соны 3 ай оқытты. Стимуляторда экзамен тапсырдық. Біз Кореяда жүріп, инструктор бар, экзамен алды. Осы апрельден бастап осы самосвалда операторлар жұмыс істеп жатырмын. Сондай-ақ Ақтоғайда Марк Шейдерден бұрғылау жару жұмыстарына дейінгі түрлі тау-кен мамандықтарының қыр-сырын үйренем деушілерге арналған бағдарлама да бар. Бұл бағдарламаны игерген маман демалыстағы немесе науқастанып қалған әріптесінің орнында жұмыс істей алады. Ал егер бос жұмыс орын болса, сол жерге ауыса алады.